Петропавл көшелері ретке келтіріліп жатыр. Мәселен, интернационал бойында орналасқан сауда-саттық нысандардың маңы абаттандырылып, сырт келбеті дұрысталуда. Жаппай жұмыстарға кәсіпкерлер де өз үлестерін қосып келеді. Орталық көтерме базары жанында орналасқан Капитошка дүкені керексіз жарнаманы алып тастап, әдемі қоршауларды орнатты. Бұл аймақтағы маталар әлемі сауда орны да қала көркін ажарлай түсіруге үлес қосты. Бүгінгі таңда интернациональный көшесінің бойында 150-ден астам сауда нысандары бар. Олардың барлығына сырт келбеттерін жөндеу бойынша ұсыныс хаттар жолданды. Кәсіпкерлердің үлкен бөлігі бұл ұсыныстарды қабыл алды. Мәселен, Черемушки, Мирткани, Эврику, Модель дүкендері. Айта кеткен жөн, интернационал көшесінің ұзындығы 3,5 шақырымды құрап отыр. Ойқала ықшам ауданынан басталатын бұл көшеде бірнеше сауда нысаны орналасқан. Әрқайсының сырт келбеті қала талаптарына сай болуы қажет. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі әр кәсіпкерге шаһар көркі жөніндегі өтініштерді жібергеннен соң бизнес субъектілерінің иелері бірден дүкен маңдарын қалыпқа келтіре бастады. Всю рекламу мы сняли, теперь вы видите наш магазин, все без всякой рекламы. Выглядит эстетично, потому что не всякая реклама приемлемо для нашего города, и тем более, что, конечно, мы хотим, чтобы наш город был очень красивым. Дегенмен кейбірі қала әкімдігінің талаптарын орындауға асық емес. Бұл жұмыстарға әлі кіріспеген сауда нысандары бар. Олардың үлкен бөлігі Алтын Арман базарының маңында орналасқан. Мәселен, центр обуви дүкені. Дегенмен бүгінгі таңда аталмыш дүкеннің сырт келбетін жөндеу бойынша эскиздар дайындалып жатыр. Керексіз жарнама дүкендердің сырт келбетінің мардымсыз күйде болуы қалалықтардың көзіне түрпідей түсетіні анық. Оларды алып тастап, айналаны абаттандыру қажеттігін әр кәсіпкер өз түйсігіне орауы тиіс.